Сирия соты тақтан тайдырылған диктатор Башар әл-Асадты Сириядағы 14 жылға созылған қақтығыс кезінде жасалған адамзатқа қарсы қылмыстары мен соғыс қылмыстары үшін сырттай өлім жазасына кесті. Әл-Асадтың інісі Махерде сырттай өлім жазасына кесілді. Ал олардың анасы жағынан бөлесі Атеф Нажиб сот процесіне өзі қатысып, дәл осындай үкім алды. Нажиб 2011 жылы оңтүстік Дара провинциясындағы шерулерді күшпен басқаны үшін кінәлі деп танылды. Осы оқиғалар кейіннен Сириядағы азаматтық соғысқа ұласқан көтерілістің басталуына түрткі болды. Уақытша президент Ахмед Әл-Шара бастаған оппозициялық күштер 2024 жылдың желтоқсанында Дамаскіге кіріп, соғысты іс жүзінде аяқтағаннан кейін Башар әл-Асад пен оның інісі Махер Ресейге қашып кетті. Сирия армиясының бұрынғы бригадалық генералы Нажиб кейіннен тұтқындалып, сотқа тартылған ең жоғары лауазымды бұрынғы шенеуніктердің бірі болды. 14 жылға созылған қақтығыс салдарынан 500 000-ға жуық адам қаза тауып, миллиондаған адам босып кетті.